өлім. Бұл өмірде әкенің емес, ананың араққа салынғаны ең қиын екен. Перзентті қараусыз қалады. Бөтенкемен сырлас болған анам мен отбасымның оқиғасын сізге айтып берейін деп бастады әңгімесін менің кейіпкерім. Аят отбасымның тұңғыш қызы. Өзінен кейін жалғыз ғана інісі бар. Аят мектепке 5-ші сыныпта оқып бастағанда анасының ащы суға әуесі басталған екен. Ол кезде інісі Бектемір мектепке жаңа қадам басқан кішкентай ғана 1-ші сыныптың оқушысы. Біздер қала секілді шағын аудан орталығында тұрдық. Әкем қара жұмысшы. Өзі балалар үйінен. Обалынан не керек, әкемнің ащы суға әуесі жоқ. Тіптен өмірінде татып алғанда адам емес. Жапанда жалғыз қалған адаммын. Ата тегімді, бауырларымды білмеймін. Әкем кім, шешем кім, ол да маған беймәлім. Бірақ мен ешкімім жоқ деп теріс жолға түспедім. Білетінім, кішкентай кезімнен балалар үйінің терезесіне қарап отырып жылап, өзіме солай уәде бергенмін. Оным әлі есімде. Теріс қылық жасасам, періште Ринатты өкпелетіп аламын деп ойлайтын едім, дейді әкем. Бала жүрегіммен берген уәдемді қазір де бұзғым келмейді. Сол кезде Ринат өзіңді қолға ал, жаман болып өспе. Кейін әкем мен анам алып кетуге келгенде, менің балам жаман бала болыпты ғой, тастап кеткеніміз қандай жақсы болған, деп кетіп қалатындай болатын. Сол менің әлі күнге миымда, жүрегімде қалған. Мен бір жаман іс жасаған күні олар келіп, сенің осындай нашар бала болатыныңды біліп, тастап кеткенбіз, дейтіндей көрінетінде тұратын. Бұл қатал өмірден алған Ринаттың ең алғашқы травмасы екен. Әкем ішкі жан сезімін маған алғаш рет 7-ші сыныпқа қадам басқанда айтқан еді. Әкемді қатты жақсы көремін. Кейде жаным ашып та кетеді. Сүйіп алған жары бұрыс қылық жасап жүр. Ал әкем болса оған ызасы келеді. Бірақ қол жұмсамайды. Өзін өзі тежейді. Ренжітіп аламын ба деп қорқады. Қазір 8-ші сыныпта оқимын. Анамның ащы суға әуесі көбеймесе азаймады. Анам негізі жаманды адам емес. Текті жерден шыққан қыз. Әкем екеуі бір-бірін ұнатып отау құрыпты. Бірақ себебін білмеймін, неге бұлай болғанын. Ойлап басым ауырып та кетеді. Жауабын таба алмадым. Інім Бектемір бастауыш сыныпқа оқиды. Бүгінде оқудан асығып аптыға жүгіріп келемін. Дала суық. Қыстың күні белгілі емес пе? Жүгіремін деп аяғым мұзға тайып та құлап алдым. Көзімнің жасын ешкім сүртпейтінін мен жақсы білемін. Орнымнан өзім тұрып, қайта тұрып жүгіріп кеттім. Үйге де келдім. Шарбақтары ақсиған, айналасы күл қоқысқа толған, аңқиып ашық тұрған шарбақтан кірдім. Ескі құлайын деп тұрған үйімнің тозығы жеткен. Сылаусыз, әктеусіз тұрған шағын времянка. Несін жасырайын, үйім үшін сыныптастарымнан да ұяламын. Шиқылдатып сыртқы есікті аштым. Есіктен кіре анамды іздедім. Таңертең шай ішпей кеткен едім. Өзімнің де шегім шырылдап барады. Анам пештің түбінде бір нәрсе пісіріп тұрғанын көрдім. Бұл көріністі мен көріп қуанып кеттім. Көп кездесе бермейтін сәт. Сөйтсем бауырсақ пісіріп тұр екен. Қызым, келдің бе? Киіміңді шешіп, үй киіміңді киіп ала қойып отам, дейді анам. Қуанышымды жүзімді де көңілімді де жасыра алар емеспін. Ыңылдап өлең айтып кетті. Жарты сағаттардан соң інім Бектемір келді. Бауырым, балапаным-ау, ол да қуанып кетті. Кішкентай жүрегі үлкен адамдарша соғады. Ой өрісі де үлкендерше. Оны да мына ортақ тағдыр, ортақ қайғы есейтіп жібергендей. Күліп отырып бірге арқа-жарқа болып шай іштік. Ыстық бауырсақ пен анамның құйған тәтті шайын ішіп алдық. Содан соң інім екеуміз де бір бала болып ұйықтап қалдық. Мен күндегі әдетше шайдың орнын жинамадым. Ештеңе де жасамадым. Анамның сау түрін көріп, өзімді бір күн қуантайын дедім бе, әлде мен де бір күн бала болып көрейін дедім бе. Асқа тыңқиып тойған соң, ұйқы қысып, інімді құшақтап пештің түбіне жатып ұйықтай қалдық. Алаңсыз, уайымсыз жатқаннан соң ба, 3-4 сағат ұйықтаппыз. 2 бөлме ғана жылайды пешпен, ал 3-ші бөлме асханамыз. Кішкентай ғана бөлме. Әрі асхана, әрі артық заттар тұратын бөлме. Тамақты көбіне ошаққа жасаймыз.
Әрі үй жылы болады, әрі дайын отқа жасаймыз. Артық шығын жоқ. Одан соң кіре беріс қуықтай ғана бөлме, аяқ киім шешетін жер. Ол кезде бізден өзге отбасылардың жағдайы жақсы болатын. Яғни көршілеріміз. Олардың жаюлы дастарханымен біздікін салыстыруға келмейді. Бала емеспіз бе? Тәтті тамақ жегіміз келеді арасында. Қуанышым ұзаққа созылмады, су сепкендей басылып қалды. Ертесін-ақ түсте оқудан келсек, анам готов болып тұр ғой. Көріп, ашуымның келген-ай, кешегіден қалған құр қамырды жылтып берді. Соны қара шаймен жеп алдық. Көзімнен жас ағып отырып жеп отырмын. Ас батпай да отыр, Бектемір үшін ғана жегенде кейіптемін. Мен ас ішпей қалсам бітті, ол да нәр татпай қояды. Кеше қайдан сау болды екен десем, арағын алатын ақшасы таусылған-ау сірә. Бір күн күшті көрініп көзге әкемнен алған болар. 3-4 жылдан асты, Үрләштің ащы судан босай алмай жүргеніне. Бастапқыда құрдастардың отырысында, ағайынның жиынында, күйеуімде ішпейді, ең болмаса, мен ішейін деген сылтаумен дәмін татып жүрген. Сыйластықты арақпен өлшейтіндер көп қой. Солай жүріп тұрмыстың қиыншылығын алға тартып, жүріп әуестігі көбейіп кетті. Қазір қолына ақша түссе бірден дүкеннен сусынын алады. Сол болса ешкімді іздемейді де, бәрі жайында қалады. Бастапқыда аптасына 3-4 мәрте еді, кейін келе көбейе берді. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Ілгерін жасап жүр ғой бұл Үрләш. Үйге алып қойып, кіріп шығып, жалғыз өзі ұра береді. Ринаттың неге ішесің, қойсаңшы деген құлаққа дәлмейді. Қиын маған, еңсемді еңсере алмай жүрмін. Түсінбейсің бе деп Ринаттың өзіне шабуылға шығады. Ринаттың жүрегі жұмсақ. Сүйіп алған келіншегіне қатты сөйлеуден, ренжітіп алудан қорқады. Қаншама жыл жұмыс жасап жүрген құрылыс фирмасында қысқарту болып, жұмыс жасаған осы 15 күндіктің ақшасын қолына ұстатып, қысқартуға ілігіп, жұмыссыз қалады. Енді не істеймін, бала шағамды қалай асыраймын? Қазіргі күні жұмыс табуда оңай емес. Сан сұраққа жауап жоқ. Жанына жалау болар, жарының түрі анау. Өзінің кім екенін, әке-шешесінің кім екенін білмейтін адам болуға ұмтылған сайын қиындықтары еселеніп жүрген Ринат алғаш рет аузына ит ішпейтін суды алды. Күйігімді ұмыттырып, жеңілдеймін деп қысқа ойлады ма, кім білсін. Өмірінде татып алмаған жан шиша шартысына жетер-жетпес тәлтіректеп, тілі бұралып, үйіне әзер жетті. Жарты бөтелкесін құшақтап, теңселі есіктен кірген әкесін көрген Аят түкке түсінбей қатып қалды.